Сәлем балалар! Бүгін біз жануарлар әлеміне қызықты саяхат жасаймыз. Осы саяхатта жануарлардың қалай және қандай мүшелерінің көмегімен қозғалатынын білетін боламыз. Әр жануардың қозғалу тәсілі оның тіршілік ортасына байланысты екенін бірге анықтайық. Ең алдымен, ең кішкентай тірі ағзалар, бір жасушалы жануарлармен танысайық. Олар микроскоп арқылы ғана көрінеді, бірақ қозғалу қабілеті бар. Мысалы, Евглена ұзын талшығының көмегімен қозғалады. Инфузория денесін қаптаған көптеген кірпікшелер арқылы суда жүзіп қозғалады. Ал амеба өз денесінен жалған аяқтар шығарып, сол арқылы баяу жылжыды. Осылайша, бір жасушалы жануарлар талшық, кірпікше және жалған аяқтар арқылы қозғалады. Енді омыртқасы жануарларға назар аударайық. Оларға мысалы шұбалшаң жатады. Шұбалшаң қозғалу үшін денесінің бір бөлігін жиырып, бір бөлігін босатады. Бұл қозғалыс бүкіл денесіне толқын тәрізді таралады. Осылайша ол алға жылжыды. Мұндай қозғалу тәсілі тері бұлшық ет қапшығының жұмысына байланысты. Кейбір жануарлар суда реактивті қозғалу тәсілін қолданады. Мысалы, сегізаяқ пен кальмар. Олар денесіне суды жинап алып, кейін оны күшпен артқа шығарады. Нәтижесінде жануар қарама-қарсы бағытта тез қозғалады. Бұл қозғалыс түрі реактивті қозғалу деп аталады. Енді омыртқалы жануарларға тоқталайық. Оларда ішкі қаңқа болады, ал бұлшық еттер сүйектерге бекіген. Балықтар суда жүзбе қанаттарының көмегімен қозғалады. Құстар ауада қанаттарының көмегімен ұшады. Құрлықта тіршілік ететін жануарлар аяқтар арқылы жүреді және жүгіреді. Ал жыландар аяқсыз, бірақ денесін ирелеңдету арқылы қозғалады. Сонымен балалар, әр жануардың қозғалу мүшесі оның тіршілік ететін ортасына бейімделген. Суда жүзбе қанат, әуеде қанат, құрлықта аяқ. Ал кейбір жануарларда дене бұлшық еттері негізгі рөл атқарады. Табиғатта бәрі өте үйлесімді әрі ақылды құрылған.